Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз Рамазан айына арналған осындай подарка коробка бокс жасап үйренетін боламыз. Ол үшін бізге коробка, су, 4 түрлі дән, перчатка қажет болады. Қосымша гафеле бумага, Рамазан сөзі бар қағаз, жіп, қайшы, дракол, қағаз, клей қажет болады. Ең алдымен коробкамызды құрастырып аламыз. Бұл коробканы сіздер торт заттарды сататын магазиннен тапсаңыздар болады. Енді перчаткамызды киіп алып, дәндерімізді салып аламыз. Ол үшін бізге мынадай кішкентай пакет керек болады. Көлемі өздеріңізге ұнаған көлемі пайдалансаңыздар болады. Мен кіші көлемін алдым. Енді гафеле бумагамызды алып, коробканың астына наполнитель дайындайтын боламыз. Ол үшін гафеле бумаганы азғана бөлігін қиып аламыз да, барлығын орап, лапша ұқсатып кесетін боламыз. Негізінде өздеріңізге ыңғайлы болу үшін дайын наполнитель сатып алсаңыздар да болады. Бірақ мен сіздерге экономичный түрін көрсетіп жатырмын. Көп заказ істейтін болсаңыздар, осы гафеле бумаганы өздеріңіз қиып салсаңыздар, эконом болады. Міне қиып болдық. Осылай қолымызбен араластырып жібереміз. Орталарын ашып, енді коробкамызды алып, қиған наполнителімізді астына саламыз. Енді суымызды аламыз. Рамазан сөзі бар қағазымызды алып, суымыздың сыртына ыңғайлы етіп қиып дайындап аламыз. Екінші қағазды коробканың сыртына әдемілік үшін оны да қиып дайындап қоямыз. Қиып дайындап алдық. Енді суымыздың сыртындағы өзінің қағазын алып тастаймыз. Орнында клейдің ізі бар, соны жауып бастырып жабыстырамыз. Қалғанын қағаз клей арқылы екі шетін жабыстырып шығарамыз. Енді келесі қағазымызды драколмен тесіп дайындап қоямыз. Енді суымызды саламыз наполнительдің үстіне. Сосын 4 түрлі дәнімізді реттестіріп қойып аламыз. Мен тағы да набат қостым. Коробкамызды жабамыз. Осылай әдемі көрінеді. Енді лента жібімізбен осылай етіп орап, байлап шығатын боламыз.
жаңағы қиып алған екінші қағазды әдемілік үшін тескен жерімізден өткізіп байлайтын боламыз. Боксымыз дайын. Осылай өз қолдарымызбен Рамазан айында жақындарымызды кішігірім сыйлықпен қуантсаңыздар болады. Және де заказға жасап сатсаңыздар да болады. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаймыз.